DaVinci Resolve'тан қалай OMF шығарамыз? DaVinci Resolve'та жалпы OMF-қа экспорт форматы қабылданбайды, сондықтан оны премьерға салу арқылы шығару керек. Ол үшін XML таймлайнды XML-ға шығарып аламыз алдымен. Айталық бұлай. Жоқ, бұлай емес. Мына жерде XML 7 деген форматты таңдау керек. Содан кейін премьерға өтеміз. Проектке импорт жасаймыз. XML-да мінеки. Оффлайн, кейбір файлдар оффлайн болып шығуы мүмкін, бірақ оған назар аудармаймыз. Бәрін оффлайн. Ол себебі видеоға қатысты. Бізге видео емес, бізге дыбыспекке, дыбыс режиссерына өткізу керек. Мына толқындардың қалыптасуын күтеміз. Сонымен толқын шығарылып болды, бірақ мына жерде кейбір жерлерінде бір кішігірім проблемалар бар. Мысалға қарайтын болсақ, мына файлда екінші тректің толқындар көрсетілмей тұр. Ол OMF-пен экспорт жасалған кезде мына тректі есептемеуі мүмкін. Сондықтан оны біз қолмен қайтадан осы тректің көлемімен осы тректің орналасуы бойынша қайтадан қойып шығуымызға тура келеді. Оңай жолы бүйтіп басынан бастап жүгіріп, бізде мына жерде ешқандай жоғалып кеткен тректер жоқ. Сондықтан керек жерімізге барамыз. Мейлінше басынан қарап шыққан дұрыс. Мына жерде. Мына жоғары төменді басып отырып келіп аламыз да керек жеріне. Содан кейін F-ті басамыз. Ол түпнұсқаның көлемімен сол түпнұсқаны тауып алады, керек тректорға қойып алады мына жерге. Содан кейін X деймізді, таймлайндағы сол алатын клиптің орнын шегін анықтап аламыз да. Нүкте, ағылшын тіліндегі пернетақтада қазақ орыс тілінде U деген әріпті басамыз да, тура сол түпнұсқаны қайтадан орнына қойып шығады. Байқағанымыздай, мына бір тректағы жетпей тұрған толқынды қайтадан орнына қояды. If fx нүкте fx нүкте, осылай барлығын жасап шыққан абзал. Болды, барлығын жасап шықтық. Экспорт жасаймыз. Өзіңізге керекті параметрларды қойып алыңыз. Болды. Осыдан кейін дыбыс режиссеріне қорықпай OMF файлды бере аласыз. Ешқандай тректердің жоғалып кетуі, каналдардың жоғалып кетуі деген болмау керек.